Қайырлы күн достар, менің ПП рецептер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сникерстің үй жағдайында дайындауға болатын ПП рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және дайындап көріңіздер. Сникерс дайындау үшін бізге қажеттісі небәрі 4 ингредиент, соның ішінде маңыздысы бұл арахис. Арахисті құрғақ қызған табада әбден қызарғанша қуырып аламыз. Шамамен 7-8 минуттай қуырамыз және де қатты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Сондай-ақ бізге қажеттісі бұл құрғақ майсыз сүт. Мұны да арахис сияқты құрғақ қызған табада қызартып қуырамыз. Қатты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Құрғақ сүтті қуырғанда тастай болып комочектер болып қалса, уайымдамаңыз, біз оны бәрібірде блендермен ұсақтап аламыз. Қуырылған құрғақ сүтімізді осылай блендермен ұнтақтаймыз. Қуырылған арахистардың жартысын блендермен ұнтақтаймыз. Жартысын қазір сникерс жасағанда тұтастай қосу үшін бөлек алып қаламыз. Шұңғылдау ыдысқа ұнтақталған құрғақ сүт және арахистарды қосып араластырамыз. Екі ас қасық табиғи бал қосамыз. Және аздаған сүт қосамыз. Сүттің мөлшерін мастының құрғақ немесе құрғақ емес болуына қараймыз. Егер қатты құрғақ болып жатса, онда сүтті тағы да көбірек қосамыз. Осы массадан енді 4 бұрышты етіп, сникерстің формасын жасаймыз. Қолға қатты жабыспас үшін қолыңызды алдын ала сулап алсаңыз болады. Барынша формасын бірдей етіп жасауға тырысыңыз. Менде осы массадан 4 сникерс шықты. Дайын болған сникерстарды мұздатқышқа әбден қатуы үшін жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол уақытта шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін горький шоколадқа сүт қосып микроволновкада ерітіп аламыз. Осындай қатты сұйық та емес, қою да емес, әдемі глазур дайын болды. Енді біртіндеп осы сникерстарды шоколадты глазурға батырып аламыз.
Енді бетіндегі глазурь әбден қатуы үшін мұздатқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Бетіндегі шоколадты глазурь әбден қатқан соң мұздатқыштан аламыз. Мінекей осындай дәмді сникерстарды үй жағдайында да дайындауға болады. Өзіңізге немесе балаларыңызға өз қолыңызбен ешқандай қоспасыз табиғи ингредиенттерден осылай дайындап алыңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Сұрақ болса сұрақ қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.